Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Мадина. Баршамызға таныс ерекше дәмді түрік бөлкелері симиттің рецебін ұсынамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сырты қытырлақ, ал іші жұп-жұмсақ болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Және арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Әр апта сайын 3 жаңа рецепт шығып отыратын болады. Қажетті ингредиенттердің мөлшерін видеоның описаниясына қалдырамын. Ең алдымен ыдысқа ашытқы, қант және де жылы сүтті құйып, біркелкі етіп араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін бұл массамызды 5 минутқа қалдырамыз. Біздің ашытқымыз белсенді жұмыс жасау үшін. Осы массаның бетіне көпіршіктер пайда болуы керек. Егер де ешқандай көпіршік пайда болмаса, ашытқыңызды ауыстырыңыз. Осындай көпіршік пайда болуы керек. Бұл массамызға тұзымызды қосып, араластырып аламыз. Енді қамырымызды дайындауға кірісеміз. Електен өткізілген ұнға біздің сұйық массамызды құйып, қамыр илейміз. Ең алдымен қасықтың көмегімен араластырып, ары қарай қамырымызды қолмен илейміз. Және де рецептте көрсетілген мөлшердегі ұнды қолдануға кеңес беремін. Артық қоспаңыз, артық қосқан жағдайда сіздің қамырыңыз қатты болып иленеді. Қамырымызды илеп алғаннан кейін ыдысымыздың бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілуі керек. Шамамен қамырдың көтерілуіне 1-1,5 сағат уақыт кетеді. Қамырымыз көтерілгенше біздің симит бөлкелеріне арналған сироп пен кунжутымызды дайындаймыз. Құрғақ табаға кунжутымызды қуырып аламыз. Кунжутымыз қызарып шығуы керек. Кунжутты міндетті түрде қуырып алуға кеңес беремін. Осы кунжуттың арқасында бөлкелеріміз ерекше дәмді болады. Сиропты дайындауға кірісеміз. Балға бөлме температурасындағы суды құйып, біркелкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Біздің сиропымыз дайын. Қамырымыз өте жақсы көтерілді. Менде қамырымыз 1,5 сағаттай жылы жерде тұрды. Жұмыс жасайтын тақтайымызға кішкене ұн сеуіп аламыз, және де біздің қамырымызды 12 бөлікке бөлетін боламыз. Жұмыс жасауға ыңғайлы болу үшін қамырымызды осылай домалақтап аламыз, және де барлығын дайындап алғаннан кейін бетін жауып қоямыз. Беті кеуіп кетпес үшін. Және де біртіндеп қамырымызды ала отырып жұмыс жасаймыз. Қамырымызды қолымызбен ширатып, ұзынша етіп жайып аламыз. Екі қамырымызды да дәл осылай жайып алғаннан кейін, екі қамырымызды біріктіріп орайтын боламыз. Қамырымызды қатты тығыз қылып орамаймыз, сәл бостау болуы керек, және де ең соңғы шеттерін біріктіреміз. Бізде осындай симит бөлкесі шықты. Барлық қамырымызды осылай етіп дайындап аламыз. Дайындап алған бөлкелерімізді ең алдымен сиропқа батырып аламыз, және де кунжутқа аунатып, біздің пісіретін табамызға саламыз. Табамызға алдын ала пергамент қағазын төсеп дайындап алдым. Пергамент қағазының орнына табаны майлап пісірсеңіздер де болады. Дайын бөлкелерді 240 градуста қызып тұрған пеште 10-12 минут пісіреміз. Біздің симиттеріміз дайын болды. Пеште ұзақ уақыт ұстамаңыз, 10-12 минут жеткілікті. Симиттеріміздің сырты қытырлақ, ал іші жұп-жұмсақ, нәзік болып шығады. Және де қуырылған кунжуттың арқасында дәмі ерекше болып шығады. Сонымен қатар иісі деген бүкіл үйді алады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер де сұрақтарыңыз болса, пікірге жазып өтсеңіздер болады. Міндетті түрде жауап беремін.
арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Мадина. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.